Good day! Сәлем менің қымбатты достарым, сіздермен тағы да Әсем Сұлтан. Ағылшын тілі грамматикасының many, much, a lot of деген сөздерін қарастырамыз. Каналыма тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Ұнатып, лайк басыңыздар. Many, much бұл қазақ тіліне аударылғанда көп деген мағынаны береді. Мысалы, егерде біз many'ді қолданамыз, егерде біздің зат есімдеріміз саналатын болса, мысалы, банана, bananas, банан біз санаймыз. Бір банан, екі банан. Carrots, сәбіздер. Nuts, жаңғақтар. Және oranges, апельсиндер. Біз оларды санай аламыз. Ал мысалы, juice, шырын санай алмаймыз оны. Кофе, cheese, сыр, bread, naan санай алмаймыз. Сондықтан біз much'ты қолданады екенбіз. Ал мысалы, a lot of деген сөзіміз көп деген мағынаны береді. Кез келген болымды сөйлемдермен қолданылады. I have got a lot of sweets. Менде көп деген тәттілер бар. I have got a lot of juice. Менде көп деген шырындар бар. Мына тағамдарды себеттерге орналастырып көрейік. Мысалы, juice much'қа келеді де, ал мысалы nuts many'ға келеді. Және де мұнда да жаңғақтар many'ға келеді екен. Ал мысалы bread much'қа келеді. Және де lemons, лимондар many'ға келеді екен. Және де much'қа біз етті жатқызамыз, себебі біз етті санай алмаймыз. Thank you very much for your attention. Goodbye, good luck. Каналым тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар, қызықты видеолар осында.